Сәлем достар, бүгін біз сіздермен баклажанның пайдасы туралы ақпараттармен бөлісеміз. Біздің парақшамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Баклажан әлемдегі ең сүйікті көкөніс дақылдардың бірі. Көкөністерге ерекше қызығушылық баклажанның көп қырлы болуымен байланысты. Оны қуыруға, бұқтыруға, пісіруге және қайнатуға болады. Сонымен бірге тағамдар әрдайым дәмді және ағзаға пайдалы. Баклажанның ағза үшін пайдалы қасиеттерінің маңыздылығы және бұл көкөністің көптеген адамдардың диетасына енгізу қажеттілігі дәл жемістердің биохимиялық құрамымен анықталады. Жаңа піскен жемістердің басты артықшылығы бұл адам өмірі үшін маңызды болып табылатын талшықтардың, пектиндердің және макро және микроэлементтердің көптігі. Бұл заттар негізінен баклажанның қасиеттерін анықтайды. Көкөністің жасыл қабығы калийге, темірге және фосфорға, кальций мен магнийге бай екендігіне қарамастан құрамында дәрумендері өте көп. Бұл аскорбин қышқылы, ПП витамині немесе никотин қышқылы, сондай-ақ В тобының бірқатар дәрумендері В1, В2 және В5 көкөністің бұл құрамы баклажанның денсаулыққа пайдасы, оның ішінде зиянды холестериннің сіңуіне жол бермеуі және қандағы осы заттың деңгейін төмендету мүмкіндігін анықтайды. Баклажан құрамындағы дәрумендер калий және жүрек қан тамырларына құрамындағы белсенді әсер етеді. Талшық ағзаны тазартуға және ас қорыту процестерін қолдауға өте пайдалы болып келеді. Сіздермен ақпарат бөліскен Адам Ан Тағам каналы. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.